Сәлем достар, Арыспен каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз дегенде мен тірек суреттер және клетка сурет деген тіптен бастадым. Кеше осындай клетка дәптерге мында осындай сурет салдым. Екі бетіне де салдым. Өйткені информация артына өтіп кетті. Мынау не? Жаңа жылда қоятын бір не бар ғой? Не сияқты? Чупа-чупс сияқты. Карамель бар ғой? Сондай. Мынау осындай 3D сурет. Кәдімгі 3D. Тағы артына өтіп кеткесін осылай салдым. Мынау тағы да 3D сурет. Мынау да 3D сурет. Бұлай қойсақ көрініп тұрмыз. Мынау осындай екі сақ бар. Осы дәптерді арнадым. Енді бүгін оған 3D сурет па, клетка сурет па салайын дедім. Ал бастайық. Міне, мына жайыз кеткен. Мен өзім телефоным. Енді осыдан істейміз. Неге біз істесек екен? Қазір істеп тауып алайын. 3D суреттер салу деп істедім. Енді осыдан көреміз. Міне мындай бар екен. Осыны қарап алайық. Осыны былай паузалап аламыз. Ручками салам. Ручками саламдым. Қарап алайық. Мен осыдайдым. Бар. Мектепке апаратын. Осыдан ручка алып аламыз. Міне. Ручка. Енді суретін салып бастаймыз. Міне. Енді қояйық. Солай. Енді мына жерден қайта былай бір клетка сызып клетканы былай жібереміз. Енді клетканы былай сызып мына клетканы былай жібереміз. Енді былай жүреміз. Былай. Насер. Тоже екі клетка жүреміз. Именно клеткасы былай кетеді. Одан да былай жүреміз. Клеткадан былай жүреміз. Былай тұрды. Достар, келесі клетканы 1, 2 достар, міне салынып болды екінші клетка. И келесісін саламыз. Насты былай. Сондай паузаға қойып алдым. Енді суретін саламыз.
Міне достар болдым. Я айтып кетейін. Клеткаға сурет салам кезде сірейді болып көріну үшін осылай міне екеуі ұқсап тұр ғой. Мынадан көрсетейін. Оригинал боласын. Міне мына жерді былай майысып осындай алып клетканы бүйтіп екіге бөліп деген сияқты солай жасалады. Енді бұны біз өшірмейік пе? Әлде просто карандашпен давайте просто карандаш. Үстіне карандашпен бастырайық. Бастырмайын. Я болдым. Кстати, тек карандаш болмаса кеттік. Келесі сурет. Қандай сурет салсам болады? Осындай ма? Клеткаға деп білесің. Давайте келесі суретінде болсын. Сондай. Одан былай қарап. Астына салайық. Давайма астына. Ұмытамады. Демек былай қасайып тұру керек. Енді бастай берсек болады. Осындай ромб тұрады. Осы кішкентай ромб. Осылай жасаймыз. И қайда. Клетка тастап 1, 2 деп нүкте қоямыз. И былай жібереміз. Мынаның қасына тағы 2 былай клетка қалдырып тағы да былай сызамыз. Мына ромбты былай сызып жібереміз. Келесі кеттік. Енді мынадан төбесіне сызамыз. Былай сызамыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Елін осылай сызамыз. 1, 2, 3. Мынадан осылай сызамыз. 3. Былай. Жазалып болды. Енді былай көрсеткенде былай тұрады. Әдемі суреткені. Мына карандашпен көшір. Вот былай. Давайте былай. Мына жер былай. Достар, жаңа жыл жақындап келе жатыр ғой. Ол үшін де қазір жаңа жылға арналған бір сурет салып жіберейік. Бірақ тез. Өткен видеом ұзақ болып кетеді.
Шанал былай қойып ортасын розовый түспен бояймыз. Міне, енді оған ол суреттерді табайық. Достар, мен осындай тауып алдым. Достың суетін саламыз. Мына кешек салғандығы. Бұны әжем жіберді маған. Осындай сал шештеп. Шыққаны алдық. Давайте мына бір балан салайық. Мына бір печенька. Или мына носки. Мен носкині саламын. Давайте видео ұзақ болып кетпеу үшін етейік. Суретті аламыз и міне салынды осындай әдемі сурет. И клеткасын санап отыр. Кәдімгі ұзақ салдым бұл. Ал сіздерге аз болып көрінді. Ал достар, сау болыңыздар. Всем пока. Лайк басып тіркеліп, осы видеоға лайк басып, және де осы видеоға, егер де осы видео ұнаса, комментарияға фиолетовый және де ақ жүрек тастап кетіңіздер. Ал егер ұнамаса, бірақ ұнамайтын ешкім жоқ шығар. Ал достар, сау болыңыздар. Пока-пока.